Сәлем талапкерлер! Бүгін біз сіздерге ұбт-ға өтініш беруді көрсетеміз. app.testcenter.kz сайтындағы жеке кабинетке кіресіз. Өтініш беру бөлімін басасыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді таңдап, ары қарай жоғарғы оқу орнына ақылы оқуға түсушілер үшін ұбт батырмасын басасыз. Өз санатыңызды таңдайсыз. Жеке мәліметтеріңізді толтырасыз. 18-ге толмаған талапкерлер міндетті түрде ата-аналарының бірінің немесе заңды өкілдерінің мәліметтерін жазу керек. Аты жөнін, телефон нөмірін және электронды поштасын толтырады. Өз байланыс телефоныңызды жазыңыз. Барлық көрсетілетін нөмірлер дұрыс және +7 деп жазылуы керек. Себебі сіздерге ұбт-ға бір күн қалғанда SMS хабарлама жіберілетін болады. SAT, ACT, IB, I-Level сертификаттарының бар немесе жоқ екендігін көрсетесіз. Егер бұл сертификаттардың бірі сізде болса, өз балыңызды жазасыз және сертификатты жүктейсіз. Ары қарай IELTS немесе TOEFL бар немесе жоқ екендігін көрсетесіз. Егер бұл сертификаттардың бірі сізде болса, өз балыңызды және тест тапсыру датасын жазасыз. Келесі блок оқу орны. Толтырасыз. Егер толтырылып тұрса, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Ары қарай тестілеу параметрлері. Бұл жерде бейіндік пәндер комбинациясын және тестілеу тілін таңдайсыз. Тест тапсыру орны бөлімінде тест тапсыратын жердің облысын, орнын және уақытын таңдайсыз. Айта кететін жайт, өтініш қабылдау аяқталған соң, бұл мәліметтерді өзгертуге болмайды. Мүгедектігі туралы мәлімет бөлімінде ұбт тапсыру барысында сізге көмек қажет, не қажет еместігін көрсетесіз. Көру және тірек қимыл аппаратының функциялары бұзылған тестіленушілерге көмекші беріледі. Барлық мәліметтерді толтырған соң, жалғастыру батырмасын басу қажет. ұбт ережелерін оқыңыз. Келісім белгісін қойып өтініш беріңіз. Сізге төлем жасау парақшасы ашылады. Ақылы ұбт-ға қатысу құны 5640 теңгені құрайды. Сіз төлемді Каспий қосымшасы немесе басқа банктер арқылы онлайн төлем жасай аласыз. Төлемді 60 минуттың ішінде жасау қажет. Төлем уақытылы жасалмаған жағдайда өтініш өшіріліп қалады. Берілген өтініш менің іс-әрекетім бөлімде қолжетімді болады. Сәттілік!